Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Луиза Хей, әйел даналығы. Жүрегімізді аялау керек. Әйелдердің 4% сүт безінің қатерлі ісігінен өмірден өтсе, 36% жүрек ауруынан көз жұмады екен. Сүт безі омырауының қауіптілігі туралы көп ақпарат білгенімізбен, жүрек ауруы қанша әйелдің өліміне себепші болғаны туралы көп білмейміз. Жүрегіміздің саулығын сақтау өте маңызды. Майлылығы жоғары тағам ішу кім-кімге де зиян. Оған қоса жаттығу жасамау, шылым шегу бәрі жүрек ауруына әкеп соқтырады. Жүрегіміз бізге кесірін тигізбейді. Біз жүрегімізге зиян келтіреміз. Эмоционалды тұрғыдан алғанда, жүрек тамырларына өтіп отыратын қан да махаббат, қуаныш және жанұямен байланысымызды бейнелейді. Жүрегі ауыратын әйелдердің көбісі жанұяларында шешілмеген мәселелері бар жандар. Олар көп қуанбайды да, ешкім жаратып жақсы көрмейді де. Оның себебі мұндай әйелдер өз өмірлерін махаббатқа толтыруға қорқады. Сондықтан олардың жүрегін қуаныш кернемейді, бақытсыз болады. Егер біз махаббатқа жабық болсақ, өмір ағыны біздің жүрегімізге энергия құя алмайды. Көңіл күйіміздің көптеген кеселерге әкеліп соғуы кешірімшіл болуға үйретеді. Кешіре білу оңайға соқпайды. Дегенмен толығымен емделіп шығуды қалар болсақ, кешіре білуге дағдыланған жөн. Көпшілігіміз опасыздықты, ажырасуды, қорлану сияқты сезімдерді бастан кешірдік. Ренжіген адамдарымызды кешіре білу рухани есейгеніміздің көрінісі. Қиындықтардың бәрі артта қалды, енді оны өзгерте алмаймыз. Өкпе ренішімізді толықтай босатсақ, ауыр жүктен арыламыз. Өткенге қол бұлғай отырып, қазіргі күнмен өмір сүруге мүмкіндік туады. Өткен шақта туралап, бойдағы ызадан толықтай арылмайынша, бақытты табысқа толы еркін өмір сүре алмасымыз анық. Осы айтылғандардың түйінін шеше отырып, кешіре білуге, осы шақта өмір сүруге үйренеміз. Ал бұл жүрегімізді емдеп жазады. Күніне бір мезгіл тыныш отырып, қолыңызды жүрек тұсына қойыңыз. Жүрегіңізге махаббатыңызды арнаңыз, және сізге деген жүрегіңіздегі махаббатты сезініңіз. Дүниеге келген сәтіңізден қазірге дейін соққан жүрегіңіз өміріңіздің қалған бөлігінде де сізге қызмет етпек. Жүрегіңізге көңіл бөліңіз, ашу мен реніш бар жоғын тексеріңіз. Кешіріммен қарап және түсінісе отырып, жүректі өкпе реніштен тазалаңыз. Жанұяңыздың әр мүшесіне махаббатыңызды арнап, кешіріммен қараңыз. Сонда жүрегіңіз де тынышталып қалады. Жүрегіңізде махаббат болса, тамырыңыздағы қан қуаныштың нышаны. Ол қуанышты бүкіл денеңізге айдап жатыр. Бәрі керемет әрі сіз қауіпсіздіктесіз.